Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бүгін байланыста мен Санжар Айдар. Біздің осындай жаңадан шығарылып жатқан жаңа видеоларға қош келдіңіздер. Бүгін біз енді кішкене жағымсыз, бірақ та соның өзінде әр адам үшін менің ойымша қатысты Ресей мен Украина жайлы соғыс тақырыбында сөйлесетін боламыз. Енді бұл тақырып жайында өзімнің жеке ойымды айтатын боламын. Жалпы өзімнің түсінігімде бұл нәрсені қалай көріп жатырмын дегендей. Сонымен бастайық. Ең алғашында айтқым келіп отырған нәрсе бұл енді соғыс деген тақырып жалпы негатив қалып келетін нәрсе. Біз енді өзіміз саналы адам болғаннан кейін жаңалықтар қарамаймыз. Себебі ол жерде кілең негативтарды жасау арқылы адамдардың назарын өздеріне аударуға тырысады. Жаңалықтардың барлығы сондай, тек ток-шоулардың да барлығы сондай. Белгілі бір негативті бір факт алады да, соның айналасында түрлі шулар шығарып, адамдарды қаратуға тырысып жатады. Енді мен өзім жаңалық қарамаймын, түрлі негативтарға мән бермеймін. Бірақ та бұл нәрсе өзі негатив болғаны үшін, бірақ та бір Аргентинада, бір Венесуэлада, бір жердің түбінде Чилида емес, тура біздің көршілермен болып жатқаннан кейін бұл нәрсеге мән беруіміз керек. Себебі мінекей бұл нәрсе тура біздің міне үйіміздің қасымызда болып жатыр деп те айтуға болады. Яғни шекаралас мемлекеттерде бұл нәрсенің барлығы дәл қазір болып кәдімгідей үлкен деңгейге дейін өрши түскен еді. Енді айтқым келгені, бұл жерде мен арнайы міне сол жақта жоспар құрадым, бірақ ол жоспар белгілі бір реттіліксіз, кез келген ойыма түскен нәрсенің бәрін жаза бастадым. Ең алғашқы айтқым келіп тұрған нәрсе, бұл әрине ақылды адамдар кетіп бара жатыр. Бұл нәрсені енді мойындау керек, себебі соғыс басталды, Ресеймен не болатыны белгісіз, қай жаққа қалай барады, ешнәрсе белгісіз болып тұрғаннан кейін енді ақылды адамдар не істейді? Біздің ақшамыз бар, мына көршілес мемлекеттерде бізді қабылдайды, белгілі бір уақыт аралығында сонда тұра тұрайық, тұруға болады, сосын қайтып келеміз ғой дейді да. Ақылды адамдардың барлығы нақты кетіп бара жатыр. Бұл Қазақстан болсын, бұл Грузия болсын, бұл Қырғызстан болсын, бұл Европа болсын, әрине Кыргызстан және Америка болса, міне сол жаққа кетіп қалған адамдар қайтып келгісі келмейді. Себебі Ресейде енді білесіздер қандай жағдай болып жатқанын. Екінші нәрсе, бұл бізде әрине жігіттердің саны азайып бастады. Нақты зомбыланған, осы пропаганданың артына еріп кеткен, өздерінің міне патшаларын қодап кеткен кісілер, енді орысша царь деп жатады, қазақша патша деп аудардым. Сол кісілерді қодап жатқан енді ақылсыз, сол пропагандаға ілесіп кеткен барлық жігіттер соғысқа барады, сол жерде енді білесіздер не болатынын. Ал қалған кісілер, қалған жігіттердің барлығы мобилизациядан қашу тұрғысынан басқа мемлекеттерге тарап кетті. Яғни осы жерден көрсек болады, жігіттердің саны әлде қайда Ресейде жақын арада өте қатты азаятын болады. Бұны айтып отырған тек қана мен емес, көптеген енді белгілі жерлерде бұл факт енді орын алып жатыр. Келесі нәрсе, бұл бізде адамдардың статистикасы енді бұрынғыдай емес. Нақты қарайтын болсақ, Google жазатын болсақ, Ресей население статистикасы деп жазатын болсақ, бұл жерде 140-130 миллионды көрсетеді. Көп адамдар айтады, бұл жай ғана жалған сандар. Ресейде қазіргі таңда ондай адамдар саны тұрмайды, себебі соғысқа дейін олардың туу көрсеткіші өлім көрсеткішінен әлдеқайда төмен болатын. Яғни адамдар саны өспейді. Қанша адам туады, тура сонша адам қайтыс болады. Ал енді соғыс орын алды, қаншама миллиондар сол соғысқа жіберілді, сөйтіп міне осындай жағдай орын алып жатыр. Яғни Ресейде қазір 130 миллион халық нақты жоқ. Кейбір кісілер айтады 70-80 миллион халық болса да жақсы дейді. Сосын келесі енді жағымсыз нәрсе, бұл әрине кітаптардың барлығы қайтадан жазылып жатыр, әсіресе тарихқа байланысты. Себебі кішкентай баланы пропагандаға кішкентай кезінен алып жүрген ыңғайлы, ол үлкен кезінде ешқандай қарсылық білдірмейді. Сол үшін бұл соғыс, бұл спецоперация дейді. Бұл нәрсе орынды, Украинаны тазарту үшін, Украинаны басқа адамдардан босату үшін деп айтып жатады. Бірақ та әрине бұл нәрсе шындыққа мүлдем ұласпайды. Сөйтіп олар өздерінше бұл кітаптарды өздері үшін ыңғайлы болатын етіп тарихты қайтадан өздерінің түсініктерінде жазып шығып жатыр. Одан кейін тағы да жаңалықтарда байқаған нәрсем, бұл түрлі ақылды ғылым кісілердің барлығын осы соғысқа арнайы өздерінің қару-жарағын жасау үшін жұмылдырып жатыр. Яғни олардың үстерінен қарайтын депутаттар болады, қолбасшылар болады, әскери кісілер болады. Сөйтіп мінекей ең ақылды кісілердің барлығын міне соғысқа жұмылдырып жатыр. Ары қарай жүретін болсақ, енді Ресейде өндіріс осы уақытқа дейін қатты дамымаған екенін білеміз, және бұдан кейін өндіріс мүлдем тоқтайды, себебі қажетті заттардың барлығы шетелден алып келініп жатады да, олар ол нәрсені жасамағаннан кейін міне осындай жағдай болып жатыр. Өндіріс тоқтайтын болса, халық
ешнәрсе тұтына алмай қалады және өздерінің енді жұмыс орындарынан бас тартатын болады. Себебі жұмысқа шығамайды. Себебі Макдональдс келесі нәрсе, міне брендтер кетті. Брендтің кеткеннің өзі жақсы нәрсе емес. Себебі Макдональдс кетті, қаншама жұмыс орындары, жұмысшылар жұмыссыз қалды. Zara кетті. Қажетті брендтердің бәрі қайсын талқылайтын болсақ та бәрі тарап кетті. Adidas, Nike қарастыратын болсақ та өндірісте де брендтердің барлығын жалпы айтамын, қаншама адамдар жұмыссыз қалды. Бұл нәрсе мүлдем дұрыс емес, жақсы нәрсе емес. Одан кейін әрине шетелге шығу мүмкіндігі өте қатты төмендеді, азайды. Себебі орыстарды қатты жақсы көре бермейді еуропалықтар. Бүкіл әлемге осындай жаман теріс халықтың атына қарай теріс пропаганда шыққаннан кейін оларды енді ешкім шетелге кіргізгісі келмейді. Келесі, енді ұлтты жек көру кету қаупі бар, яғни ресейліктерді, егер олар Путинға қарсы Путинді қодамаса, Путинді қодаса кінәлі, қодамаса да кінәлі болып шығатын болды. Себебі олар сол Путинді өздері алып келді, сол қодамалардың өзі осындай нәтижеге алып келді. Демек, енді бұл жерде міне көрсек болады, Путинді алып келмесең де, сол нәрсеге сен қарсылық жасамасаң, демек сен кінәлісің. Жұрттардың бәрі солай ойлап кетті, сол үшін енді орыстарды жек көру қаупі тым қатты артып кеткен еді. Әрине Путиннің пропагандасы бар, бұл оның әншілері, бұл оның блогерлері, бұл оның сайқымазақ телевизорға шығатын кісілердің барлығы міне пропаганда қатты жасап кетті да, соның тұрғысынан кейбір адамдар мүмкін менің ойымша енді Ресейде сол Путиннің айтқаның дұрыс, соны сайлаймыз, оның айтқанын істейміз және соғысқа аттанамыз деген тұрғыдан енді өмір сүріп жатыр. Бұл әрине жалпылай бүкіл әлемдік тұрғыдан дұрыс нәрсе емес. Және әрине міне Украинаны қанша уақыттан бері жаулайтын болсақ та әлемнің екінші дейді, біреу бірінші дейді, біреу үшінші армиясы дегеннің өзінде қанша міне есептедім, 9 ай, 8 ай өтіп кетті. Ресейдің тек қана Украинаның үш облысын жаулап үлгерген болатын. Бұл жерде енді міне қайтадан статистиканың сәйкес келмеушілігі. Одан кейін Ресей әрине қорытындылайтын болсақ жеңіске мүлдем жете алмайды. Себебі ол бүкіл әлемнің экономика нарығының тек қана 1% ғана иеленіп келеді. Ал енді Американы қарастыратын болсақ 10%, 20%, бүкіл Европа, бүкіл НАТО, бүкіл әлем Ресейге қарсы тұра алады және бұл нәрсені оп-оңай 1 секунд-ақ тоқтата салады, егер әрине тоқтатқысы келетін болса. Алдағы уақытта егер Путин соның өзінде жеңіске жеткеннің өзінде Ресеймен Украинамен ғана шектелмей, ары қарай Польша, Эстонияларға, Латвия, Литваларға қарағысы келіп тұр. Ал бұл әрине енді уже НАТО-ның жерлері, сол үшін бұл жерде ары қарай көршілес НАТО қарап тұрмайды, неге бұл нәрсенің барлығын әкелетінін білесіздер. Менің ойымша енді бұл жерде уже Путинға бәрібір болып кетті. Жеңсек те, жеңмесек те өзіміздің атымызды, тарихымызды қалдыру, басқа еш нәрсе емес. Тура солай Наполеон, Шыңғысхан, тағы да Тамерлан сияқты міне осындай жаулаушы тұрғысынан іс-әрекет етіп жатыр деп ойлаймын. Тағы да айтатын болсақ, бұл жерде енді жалпы осы соғыс міндетті түрде аяқталады, тәмамдалады. Оны қай уақытқа екенін нақты айта алмай тұрмын, бірақ та оның өзінің белгілі бір соғыстың аяқталуының нәтижелері бар. Соның бірінші варианты ретінде, нұсқасы ретінде Ресей мүлдем ыдырап кетуі әбден мүмкін. Себебі бұл жерде ұйымшылдық болмай қалады және әр халық өзінің, әр мемлекет өзінің Ресей Федерациясынан тәуелсіздігін мойындайтын болса және сол нәрсеге талпынатын болса, Ресей мүлдем таралып кетеді. Бұл бірінші тұрғыдан. Екінші тұрғыдан Ресей қазіргі жерлерді өзінде нақты сақтап қалып, Украинаның айту мүмкін, біз өз мақсатымызға жеттік, осымен тоқтаймыз, осы жерді өзімізге алып қаламыз, яғни Крым да біздікі, Донецк та, Луганск та біздікі, Запорожье да біздікі, сонымен сөйтіп өзіміз сол жерлерді алдырамыз да Украинаны еркіне жібереміз деу мүмкін. Және үшінші тұрғыдан енді мүлдем ыдырап кетуі мүмкін, жаңа айттық. Ары қарай енді не болатынын көреміз. Үшінші тұрғыдан да варианттарды айта беретін болсам, шынымен өте көп. Барлығын енді алдағы уақытта бақылайтын боламыз. Бұл нәрсені мен не үшін жалпы талқыладым, өзім міне жалпы осындай негативті нәрселер жайлы айтқым еш нәрсе сөз қозғағым келмейді, себебі тек қана даму жолындағы адамдармыз. Бірақ та енді бұл нәрсеге көңіл бөлмейтін болсақ, біз осы әлемнің бір бөлігі екенімізді мүлдем ұмытып кетеміз. Бұл нәрсе бізге де қатысты, тура біздің қасымызда болып жатыр. Бүкіл әлем бұл нәрсеге назар аударғанда бізде жайдан жай қарап отырмауымыз керек. Сіздермен бүгін болған мен Санжар Айдар. Жалпы осындай видеолар ұнаса міндетті түрде лайк бассаңыздар болады. Осы ақпарат пайдалы деп есептесеңіздер таратуға болады әрине. Және өз белгілі бір ойларыңыз болса, осы алдағы тақырыптарға, видеоларға тақырыптар бар болса, комментарийға төменге жазсаңыздар болады. Ал сонымен келесі шығарылымдарда көріскенше.